Сентябрьде Бірлешкен Миллетлер Тешкелетінің баш ассамблеясы отырышында Украина делегациясы Донбасстаки вазиет ве Қырымның аскерелештірулігі ақында резолюцияны тақдим етежек. Бұның ақында Киевде матбуат конференциясы вақтында БМТД Украинаның даими темсилчisi Владимир Ельченко білдірді. Весеқаның тәфсилатлары ақында малюмат бермеді, амма Русия үшін бұл әрекетлер бекленілмеген бақшыш олачығыны қайдетті. Бұның еле Бірлешкен Миллетлер Тешкелетінің баш ассамблеясы сонки 3 ел içinde Қырымдаки вазиетінің тәртіплішуіне дайыр бір есабат азырлайжақ. До цього це була доповідь. Bundan o güne Birleşme Milletler Teşkilatı'nın insan hakları boyunca yukarı komisarının maruzası edi. Şimdi ise bu meseleni general katibi seviyesinde kadar götüremiz. Benimce böyle esabat Birleşme Milletler Teşkilatı ve bütün dünya topluluğu için de faydalı olur. Tekrar olğan şeyler hakkında bilsinler dep.